Мен ет қылмаймын. Аузыма шоққа беремін. Сәлеметсің бе? Қазір тағы да қосылады ғой деймін, бір 2-3 минут күте тұрсақ. Сәлеметсіз ба? Жақсы болды ғой, каникулда сабақ жоқ. Мектептен. Иә, демалып жатырсыздар ма? Осы семинардан ана поликлиникаға барып көзді көрсеткен ғой, соған тез жүгіріп келдім ғой, қалқамайыншы деп. Балама қосып бер деп, иә, предпенсионный возраст қой, бір 5 жыл, 6 жыл қалды, соны мен үйрен деп жатыр сабаққа пайдалануға. Рахмет, күтейік, аха.
Қайырлы күн баршаларыңызға. Қазір тағы да мұғалімдер қосылып жатар. Онда ақырындап бастай берейік бүгінгі тренингімізді. Бүгін сіздер қай облыстардан қосылып отырсыздар? Қай қалалардан? Қайырлы күн. Алматы қаласы, Алатау ауданы. Аха, керемет. Жақсы. сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы Жетісу ауданы. Жұмагүл апай. Жақсы. Алматы қаласы бойынша бізде қазір жасанды интеллект бойынша конкурстар өтіп жатыр. Сіздер қатысып жатырсыздар ма? Иә, бұйырса жүктеймін бүгін. Жақсы болды. Көбінесе сұрақтар туындағаны. Сұрақ қойсам болады ма? Иә. Мысалы, жасап жатқан кезде практикалық жұмыста ноутбук әлемде бір кез келген ютубтағы ссылканы алып қойып, одағы ақпаратты диалогқа айналдырып, соның бәрін міндетті түрде бүйтіп бейне өзіңді көрсетіп отырып істеуің керек па, или видеоскрин жеткілікті ма сол жағын? Кейбір моменттері шарттары бойынша көрдім, оқыдым әрине, бірақ көріп жатырмын стористарыңызда видеороликтерді, неше түрлі алуан түрлі болып жатыр, шарттардан асып жатқан сияқты ма деп. Иә, алуан түрлі видеоларды жазып жатыр. Бірақ мысалы жұмыстарды жасаған кезде көбінесе мысалы теория жағы емес, мысалы сабақта сіздер қалай қолданасыздар, сол жағын көрсетсеңіздер. Мен мысалы былай жасап жатырмын, жаңағы Quiziz'тегі ноутбук әлемде алып, кітаптың бетіндегі тақырып бойынша сұрақтар жасап, оны тест сұрақтарын құрастырып, оны ойынға айналдырып Quiziz'ге, сосын оны оқушыларға ұсыну. Осылай теорияда жоқ деп ойлаймын, бірақ видеоскрин көбірек болады ма, болмайды ма сол видеоскрин көп болған? Жұмыстың жасалып жатқан. Мысалы, жаңа Quiziz'пен жүргізген кезде, мысалы видеоскрин емес, жаңа оқушыларды түсірсеңіздер, олардың жаңағы реакциясын, мысалға сыныптың ішінде көбінесе, мысалы видеоскрин емес, жаңағы видеоның өзін жаңағы түсірсеңіздер дұрыс болады. Мысалы өзіңіз түсіп, немесе оқушылармен, солай более эффектный болатын секілді. Малика ханым, қараңыз, бұл жердегі басты мақсат сіздердің шын мәнінде оқу процесінде, жұмысыңызда жасанды интеллектті қаншалықты пайдалы қолданып жатсыз, ол сізге қандай көмегін тигізіп жатыр. Яғни процесті түсіру ғой. Жай скрин болса, ол жарайды, мүмкін скриннің, компьютерлік скриннің, мысалы, сіз шын мәнісінде өзіңіздің оқушыларыңыз қосылып жатыр ма, процесс жүріп жатыр ма деген нәрсені көрсету ғой. Егер сіз байқасаңыз, біздің бұрынғы қатысушыларымыз, байқаудағы жеңімпаздарымыздың суреттерін, жұмыстарын көрсеңіз, өзіңіз де жалпы түсінесіз деп ойлаймын. Яғни жасанды интеллектті жалпы сіз қалай енгізіп жатсыз, қалай сонымен жұмыс істеп жатсыз, және соның көмегімен сіз өз жұмысыңызды қаншалықты жеңілдетіп жатсыз. Сол процесті көрсету ғой. Ол жерде енді оны біз сізге айта алмаймыз, мүмкін сіздің жаңағы ойыңыздарды біріктіріп бір керемет ой шығатын шығар, иә? Білмейміз ғой енді. Әр адамның қиялындағы жаңағы жасалу процесін басты мақсат қолдану барысын көрсету, және де қандай жаңағы тиімділіктері бар, оны сіз сол жаңағы керек көмегімен өз жұмысыңызды қаншалықты былайша айтқанда заманауи жасап жатсыз деген бағытта ғой. Сондықтан біз дәл айта алмаймыз, скриншот қою керек, қоймау керек деген сияқты. Ол енді сіздің өзіңіздің күнделікті қалай қолданып жұмыс жасауыңызда. Бастысы осы жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін көрсету. Түсіндім, рахмет көп. Жақсы, онда жалғастыра бересіз ғой. Жақсы. Құрметті әріптестер, жасанды интеллект бойынша сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Соны ақылдасып сіздерге көмектесуге дайынбыз. Бұрын мен географиядан сабақ берем ғой, 87 мектепте, Жұмагүл Мырзабаевна. Күйізді бір пайдаланатын 10-11-ге. Енді сол күйіз Gemini болып кетті, сода жұмыс істеп, қалай Gemini'ді ашамда өзім сол туралы кішкене көрсетіп жіберсеңіз, біз үлкен апайларға кішкене қиындау болып жатыр. Бірақ сонда да осы жасанды интеллект үйренгім келеді. Күйіз бойынша, иә?
Қазір Gemini болып ауысып кеткен ба, сол күйізді сіз Gemini деп айтты ма соны. Дария ханым, сіз біздің мектепке келдіңіз ғой, иә, семинарға? Жұма күні. Ол Gemini дегеніміз, ол Google-дың жасанды интеллектісі. Ал Quizzes ол Playground деп ауысты қазір. Сіз яғни тест, викторина, ойын өткізетін платформаны айтып тұрсыз ғой, иә? Иә, аха. Иә, жақсы. Quizzes қой. Қазір атауы Playground деп өзгерді. Playground, иә. Ал Gemini деп айтып отқаныңыз, ол ChatGPT сияқты жаңағы Google-дың жасанды интеллекті қой. Сіз сұраныс беріп жұмыс жасайтын, жаңағы сурет, видео, текст жасайтын. Сосын Дария ханым, сізге мен данныйымды беріп едім, сіз аккаунт создавать етіп қойдыңыз, сол аккаунтпен кіре берем ба, қалай соны түсінбей тұрмын, соны түсіндіріп жіберіңіз. Біздің мектеп ақшасын төлеп қойды деді ғой, сол Geminiмен жұмыс жасау үшін, Canvaмен жұмыс жасау үшін. Иә, онда басынан бір көрсетіп жүрсек, иә, қалай аккаунтқа кіріп жұмысты бастауға болатындығын. Жұмагүл ханым, сізге Playgroundқа да доступ керек, дұрыс қой? Иә, аха, сіз жіберіпсіз Атембекова деп, Алматы Еду деп, құпия сөз Едата деп, маған жіберіп, сонымен қалай жұмыс жасарын білмей отырмын. Соны набирать етем ба, не істеймін мысалға? Иә, оны Google Chromeға жаңағы кіріп набирать етесіз, қазір онда аяулым сізге процесті көрсетеді, соны қарап алсаңыз онда, жақсы ма? Жақсы, рахмет, аха, қарап отырамын. Жақсы. Ең біріншіден сіздер, біз мысалы аккаунтты береміз, сол аккаунт арқылы сіздер Google жаңағы аккаунтқа кірулеріңіз қажет. Ол үшін мына үсті жақтағы, мен мысалы қазір Google Chrome'ды ашып отырмын, және менде мысалы мына Google-дың өзінің аккаунтым бар. Сізде де мысалы аккаунттарыңыз болуы мүмкін. Оларда жаңағы өшірудің қажеті жоқ, тек қана жаңадан мысалы добавить профиль арқылы қоссаңыздар болады. Осы жерге сіз жібергенде, иә? Иә. Осы жерге жаңағы біз жіберген логинді жазасыздар, және ары қарай пароль жазасыздар. Содан кейін сіздер, мысалы біз тек қана временный пароль береміз. Сол временный парольді жазғаннан кейін сіздерге жаңадан парольді құру деп шығады. Және де ары қарай сіздер мысалы жаңадан парольді құрып, келешекте сол өздеріңіздің парольдеріңіз арқылы кіресіздер. Және де сіздер мысалы аккаунттарыңызға кіріп алғаннан кейін осы Google Gmail'ды ашып алғандарыңыз жөн болады. Мысалы Google Gmail'ды аштыңыздар, және де мына үсті жақта приложение Google деп тұр. Осы жерде Google-дың барлық инструменттері тұрады. Мысалға Google Gemini, мінекей мына жерде ноутбук LM, сонымен қатар Canva, және де Quizzes деп осылайша бөлек жазып алсаңыздар да болады. Quizzes немесе playground.com деп. Енді бүгін сіздерге біз Canva жайлы көрсетіп өтейік. Мысалы, мен Canva-ға кірдім. Canva-мен қолданып жатқан мұғалімдер бар ма екен? Canva жаңағы инструменттері бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Қойсаңыздар болады. Дария ханым, Canva-да жұмыс жасау қиын ба? Или бұрынғы андай презентация жасайтын сияқты оңай ма? Сол жағын түсіндіріп берсеңіз. Canva арқылы жұмыс жасау өте оңай. Яғни мысалы мен Canva-ға кірдім. Сіздер мысалы Canva-ға мінекей біз берген логин пароль арқылы кірсеңіздер болады. Және де Canva-ның ішінде сіздер мысалы тек қана презентация емес, сонымен қатар әртүрлі форматтағы жұмыстарды жасасаңыздар болады. Мысалы мінекей мына жерде Canva для образования дегенді бассам, әртүрлі шаблондар бар. Мысалы презентация, немесе жаңағы соцсети, фото, видеолар, әртүрлі форматтағы жұмыстар бар. Және осы жерде қарап отырсаңыздар, дайын шаблондар бар. Шаблондарда әртүрлі жаңағы форматта берілген. Қазіргі уақытта Canva-ның ішінде 3 миллионнан астам дайын шаблондар бар. Сіздер біздің аккаунт арқылы кіріп, кез келген шаблонмен қолданып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Мына жерде қарап отырсақ, мысалға кейбірі жаңағы презентация түрінде, видео түрінде берілген.
және де мінекей мына ұзын мысалға инфографика түрінде де берілген. Мысалы сіздер Осы моментте сұрақ қойсам бола ма? иә, әрине. Мына канваны қолданып жүргеніне біраз уақыт болды. Осы 2 жыл, 3-ші жыл қолданып жатырмын десем де болады. Өте күшті несі бар, шаблондары көп. Бірақтан мына жерде кейбір жағдайлары доработкада сияқты, иә әлі. Себебі мысалы перевод жасаймыз ғой. Изменить жасап, қазақшаға перевод жасаған кезде дайын шаблонды алып мәтіндерімен. Сол жерде есть погрешности, иә? Мәтіндер толық аударылмайды, иә? Солай ма? Ол жұмыс жасалып жатыр ма ол жағы? Иә, біз қазақ тілін шықпаспасам осы жылы ғана қосқан болатынбыз. Және де бұл мысалға жасанды интеллект арқылы жасайды. Жасанды интеллект болғандықтан ішінде мысалға қазақ тілі бойынша кейбір қателер болуы мүмкін. Сіздер мысалы аударғаннан кейін ішін бір тексеріп алғандарыңыз жөн болады. Иә, рұқсат болса, қараңыздар, бұл Canva жаңағы әлемдік компания, бұл шетелдік компания, яғни көбінде материалдар ағылшын тілінде. Бірақ қазір біз Canva-ның жаңағы Қазақстандағы ресми серіктесі болғандықтан, оларға да тікелей тапсырма беріп жатырмыз. Яғни материалдар қазақ тілінде. Басында байқасаңыздар, Magic Write, тағы да бір қосымшалар қазақ тілінде жұмыс істемейтін. Қазір олар толыққанды қазақ тілін қамтып жұмыс істеп жатыр, және жасанды интеллектісін дамыту үстінде. Сондықтан жақын болашақта толыққанды жаңа сапа жағынан, енді аударма сапасы жағынан жаңа жұмыстар бұдан да жақсы жүргізілетін болады, жүргізіліп жатыр қазір. Сондықтан егер де мысалы жаңағы кейбір қателіктерді жаңағы сіздерге мысалы бір қиындық туып жатқан моменттер болса, сіздер бізге жіберсеңіздер, біз ол Canva компаниясының жаңа командасына айтамыз, яғни біздің мамандарға осы жаңағы функционалы қажет, немесе осы аударымда осыны түзету қажет деген сияқты өзіміздің ұсыныстарымызды, доработкаларымызды беретін боламыз. Сондықтан сіздер сияқты қолданушылардан кері байланыс алу біз үшін маңызды. Қазір жаңағы жалпы қазақ тілін ендіру бойынша көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Соны айта кетейін дегенмін. Рахмет. Және мына Canva-ның ішіне кірген кезде жаңағы аударып алдық. Және де осылай жаңағы волшебный текст деген функциясы қосылған болатын. Сіздер олмен қолданып көре алдыңыздар ма? Мысалы, волшебный текст бойынша көрсетсем, кез келген жаңағы мысалы тақырыбына басайын. Және мына үстіндегі осы қарындашты бассам болады. Ары қарай сіздер берген текст бойынша әртүрлі мысалы викторина жасап бере алады, немесе мына текстті жаңағы аударып, немесе оны қысқартып, және де сол бойынша тағы да қосымша мәліметтерін қосып бере алады, яғни жасанды интеллект арқылы. Мысалға мен қазір мысалға мына жерде тақырыбы тұр. Осы жерде мен жаңадан мысалы викторина жасау дегенді басайын. Мінекей викторинаны жасау деп басқан едім, маған мен берген тақырып бойынша осылайша сұрағымен жаңағы жауаптарын жасап берді. Сіздер мысалға белгілі бір тақырып бойынша сұрақ жауап жасаған кезде жаңа бөлек кірудің қажеті жоқ, әрбір мысалға сұрағын немесе жауаптарын бөлек-бөлек жазудың қажеті жоқ. Осылайша сіздер жаңа жасанды интеллект арқылы осындай жаңағы викториналар жасасаңыздар болады. Немесе мына жерде мысалы текст тұр. Осы текстті басып, мен жаңағы жасанды интеллект арқылы озвучка жасасам болады. Мысалы, создать дегенді басам. Мінекей мына жерде текст бірден тұр, мына жерде тұрған текст. Тілін таңдаймын, қазақ тілін әлі қоспаған секілді, қазақ тілін осы жақын арада қосу керек. Әзірге орыс тілі бар. Мысалы, орысша сіздер осындай форматта мысалы озвучкасында қосып қойсаңыздар болады. Мінекей.
мінекей қостым және астына бірден маған осы текстті оқып беріп жатыр. Мінекей. Яғни сіздерге қазіргі уақытта Canva-ның жаңадан қосылған функцияларын көрсетіп жатырмын. Сонымен қатар, мына Canva-ның ішіне жаңадан көптеген функциялар қосылған болатын. Оның ішінде жаңағы сурет жасау, код және де дайын документтерді жасау. Яғни ол функциялармен қолдану бойынша мен мына жердегі жасанды интеллект Canva дегенге кірем. Canva кірген кезде мінекей изображение, документ және де код деп үш жаңағы разделге бөліп қойған болатын. Осы құралдар бойынша сіздер қолданып көре алдыңыздар ма? Бұл құралдар бойынша жаңағы білмейтін бізде әріптестеріміз бар ма екен, сіздерге көрсетіп өтейін ба? Менің сұрағым көріне ма? Чаттағы сөзіңіз бөлгеніме кешірім сұраймын. Қазір ашып көрейін. Қазақ қаріптерінің стилінде өзгертейін десең, ерекшеленіп тұрады, мысалға, Осы момент айтайыншы дегенім, рұқсат бола ма? Или бөліп жатырмын ба сіздерді? Презентация жасаған кезде, шақырулар жасаймыз ғой неше түрлі. Сол кезде қазақша әріптерді қолданайын десем, ың әріптері, әріптері стильге енбейді. Қиғашынан жазғым келеді, әдеміше басқаша стильде жазғым келеді, бірақ ың, ғ дегендер қақиып тұрып алады. Осы сол моменттерді доработкаға ұсынсам деген едім. Қақиып тұрып алады, білмеймін. Өте жақсы ұсыныс. Рахмет. Біз бұны да айтқан болатынбыз, Canva-мен бұл туралы да жұмыс істеп, жаңа қазақ тілді қаріптерді қолдайтын шрифттарды көбейту бойынша да жұмыстар жасайтын боламыз. Рахмет. Түсінеміз. Бұл енді әлемдік компания бірден бұндай жаңағы өзгертулерді бірден енгізбейді, поэтапно дейміз ғой. Қазір біз соның бәріне ақырындап келіп жатыр. Жаңағы жасанды интеллектте қазақ тілін сөйлеттік, жасанды интеллект бойынша сурет жасау бойынша қазақ тілін түсінетін қылдық. Енді бұйырса осындай жаңа сіздер айтып жатқан қаріп бойынша қазақ тілді шаблондар санын көбейту бойынша жұмыс атқарып жатырық. Сондықтан, Малика ханым, сізге көп рахмет. Ұсынысыңыз өте орынды, жақсы, қарастыратын боламыз. Мінекей бізде тағы да сұрақ бар екен, ұсынып отырған функциялар тегін бе деп. Біз көбінесе біздің жаңа функциялар тегін емес. Біз жаңа облыстар бойынша көбінесе білім басқармасы қосып жатады. Яғни мысалы бізде қазір уақытта Алматы қаласы бойынша, Атырау облысы бойынша жаңағы барлық мекемелерге, оқу орындарына бірден сатып алған болатын. Және сол бойынша біз барлық мемлекеттік мекемелерге осы жасанды интеллект құралдарын біз қосып бердік. Бағасы бойынша бізде бір мекемеге Google және де Canva құралы 190 мың. Яғни, мысалы, белгілі бір мектеп бойынша барлық ұстаздарымызға жеке аккаунттары беріледі, және де аккаунт берілгеннен кейін біз осылайша жаңағы онлайн немесе офлайн форматта тренингтерімізді өткізіп отыратын боламыз. Сонымен қатар бізде жаңағы WhatsApp бойынша чаттарымыз бар, телефондарымызды қалдырамыз. Мысалы, мұғалімдеріміз қолданып жатқан кезде көптеген жаңағы сұрақтары болса, сол сұрақтармен біз жұмыс жасауға дайынбыз. Сонымен қатар бізде тек қана Google Canva емес, Wayground, яғни көз платформасы да қосылған. Яғни 3 платформа бойынша бағасы 350 мың бір жылға барлық мұғалімдерге.
Біз бір айға емес, бірден бір жылға береміз. Аяулым ханым, сіз қай облыстан? Қай мектептенсіз? Жетісу облысы, иә? Керемет. Жетісу облысы бойынша бізге көптеген мектептерде қосылған болатын. Және де ары қарай жаңа КП бойынша біз номерімізді қалдырып кетейік. Немесе өзіңіз де жаңа номеріңізді қалдырсаңыз болады. Ары қарай жаңа КП барлығын жіберіп жұмыс жасауға дайынбыз. Онда құрметті әріптестер, жаңағы Canva бойынша жаңадан қосылған функцияларын сіздерге көрсетіп өтейін. Яғни бағана айтып кеткендей 3 функциясы бар. Бұл сурет жасау, документ және де код. Яғни ең бірінші біз сурет жасауға кіретін болсақ, сізден мысалға өздеріңіздің белгілі бір промпттарыңызды беріп, әртүрлі форматта мысалға осылайша суреттеріңіз жасасаңыздар болады. Және де сіздер промпт бергенде тек қана мысалы орыс тілінде, жоқ ағылшын тілінде емес, осы Canva-ның ішіне қазақ тілінде енгізілген болатын. Яғни сіздер белгілі бір бейне сурет бойынша қазақша промпттарыңызды берсеңіздер болады. Мысалға промпт бойынша осы жерге жазу арқылы әртүрлі мысалға суреттерді жасасақ болады. Және де мысалға промпттарды жазу бойынша сіздер осы Google Gemini'ді да қолдансаңыздар болады. Мысалы біз қазір сіздермен қандай бір сурет жасасақ болады? Жаңа жылға жасайық. Или тәуелсіздікке ма? Жақсы, мен онда қазір жасайын. Мысалы қазақша маған промпт жазып беріңіз. Мысалы жаңа жылға арнап дейін. Алған мектеп ішінде жаңағы мысалы оқушылар мен мұғалімдерге. Жасаңыз дейін. Мысалы сіздер промптты жазған кезде өздеріңіз осы жерге жазсаңыздар болады, немесе Gemini'ға да жазсаңыздар болады. Бізге дайын промпт жасап берді. Мысалы мен осыны алайын. Және осы промптты осы жерге қойсам болады. Мысалы біз қазақша бердік. Ары қарай мысалы стилін таңдасам болады. Мысалы стилі бойынша осындай жаңағы мода дегенді берейік. Және форматын, кез келген форматтағы мысалы суреттерді жазсаңыздар болады. Ары қарай мен оны жасанды интеллектке бердім. Қазір ойланып, міне біздің промпт бойынша әртүрлі форматтағы суреттерді жасап берді. Яғни суретті бойынша қарасаңыздар, өте жоғары сапада жасап береді. Сонда жасаған суреттері мысалы шын фото секілді. Және де ары қарай сіздер мысалға бұл жерде шетелдік мысалы студенттер беріліп тұр, сіздер мына жерге жазсаңыздар болады. Қазақ стилінде немесе қазақ студенттері немесе оқушылары болу қажет деп тағы да қосымша берсеңіздер болады. Ары қарай мына суреттерді сіздер өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады, немесе открыть редакторы деп ашайын. Ары қарай редактировать батырмасы арқылы мен мына сурет бойынша жұмыстарымды жасасам болады.
Оның ішінде мінекей өшіру немесе түрлі жаңағы анимацияларды қоссам болады. Және де мысалы удаление фона жасайық сіздермен бірге. Мысалы удаление фона артындағы фонын алып тастайды. Яғни суреттер бойынша әртүрлі жаңағы құралдары бар. Размытие, екі түсте жазсаңыздар болады, немесе белгілі бір тени қоссаңыздар болады. Мысалы сіздермен қазір осылайша артындағы көлеңкесін қоссақ болады. Және де мына артындағы фоны бойынша біз фонын алып тастадық, тек қана ақ фон тұр. Оның орнына мысалы біз бір басқа фонды қойсақ болады. Мысалы мен қазір жазайын. Мысалы Қазақстанда, Алматы қаласында тауда серуендеп жүрдім. Мысалға тіпті артындағы фоны бойынша да жасанды интеллект арқылы жазсаңыздар болады. Қазір результатын көрейік. Мінекей. Яғни әртүрлі форматта бізге жасап берді. Және артына мысалға біздегі жаңағы таудың суретін қойып қойды. Келесі анимация, яғни анимация бойынша әртүрлі анимациялар бар. Сонымен қатар мысалы анимация бойынша сіздер өздеріңіз мысалға жаңадан анимация қоссаңыздар болады. Мысалға мен элементіға кірейін. Мына жерге мысалы мен құс деп жазайын. Птица, например. Міне осының ішіндегі мынаны алайын. Және осыған мен мысалы анимация қосайын. Мінекей. Яғни мысалға біз суретті жасадық, артында фонын жасадық, анимациясын жасадық. Сонымен қатар сіздер мысалға тағы да бағана көрсетіп өткендей озвучкасын жасау арқылы толық метрдегі мысалға видео жасасаңыздар болады. Яғни Canva-ның ішіне кірген кезде инструменттері өте көп. Енді ары қарай жаңағы суреттері бойынша сіздерге көрсетіп өттік. Ендігі жаңағы сіздерге документ жасау бойынша көрсетейін. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Қоя берсеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Қолмен жасап көрейік, сосын қоямыз. Жақсы. Енді ары қарай документке кірейін. Документ дегенді бастым. Енді бізге бір документ қажет дейік. Мысалға план работы, мысалы қазақша жазайық, иә? Мысалы, мінекей, география пәні бойынша сабақ жоспары қажет дейін. Мысалы, сыныбын жазып қойсам болады, 8-ші сынып деп. Әртүрлі типтері бар. Типін таңдамасақ та болады. Және ары қарай мен оны Canva-ға беремін. Келесіде Canva маған документті өзі ашып береді, және де ішіндегі барлық мәліметтің маған өзі толтырып береді. Мен мысалы қазір ештеңе істеп жатқан жоқпын, тек қана күтіп отырмын. Мінекей. Мысалы мен қазақша промпты бердім, маған қазақ тілінде осылайша жасап берді. Так. Менде ошибка шығып тұр.
көрейін. Сонда ашық сабақта жасап береді ма? Ағылшын тілінен мысалы ашық сабақ деп жазсақ бір тематикалық Иә, болады. бойынша. Мысалы, так, ағылшын тілі пәні бойынша ашық сабақ жоспары қажет. Мысалы, қандай бір тақырып берсек болады? Typical day. Бұл 3-ші сынып. Typical day деп жазылады. Топикалды. Typical. Терес қазақшасы. Так, екінші әріп у болады қазақша. Все. 3-ші сыныпқа. Typical day. 3-ші сынып. 3-ші сынып дейміз. Так, сейчас 3-ші сынып. Менде интернет ұстамай тұр ма екен? Так, менде неге шығармай тұр? Оның алдында шығарған болатын. Дария, сізде Canva жұмыс жасап тұр ма? Қазір бір тексеріп жүрейін, 1 минут. Яғни жаңа Қазір 1 минут мен жасап көрейін, я онда. жасап көрсеңіз. Қазір 1 минут. Бізде доступ болмай тұр да кіруге вообще неге мектеп берілген пароль логин бойынша кірілмей тұр, пароль дұрыс емес деп. Өзгерген деп па, сондай шығып? Сіз онда пароліңізді өзгертіп, содан кейін ұмытып қалғансыз ғой, себебі болады. Я маған демонстрацияға доступ бересіз, мүмкіндік болса. Жақсы. Егер парольдеріңізді ұмытып қалсаңыздар, бізге чатқа жазсаңыздар болады. Яғни чатқа логиніңізді және де парольді ұмытып қалдым деп жазып қойсаңыздар, сізге жаңадан пароль жасап беретін боламыз. Рахмет. Қандай жаңа сұраныс жасау керек болды? Қайталап айтып жіберсеңіздер, мүмкін болса. Typical day. Ағылшын тілінен 3-ші сыныпқа ашық сабақ. Документ жасау керек қой, иә? Иә, ашық сабақ. План урока. Typical day, иә? Typical. Typical деп жазылады. Через у қазақша. Типичный день, да, сонда? Иә, күнделікті. Typical day. Дұрыс қой, иә? For the 3rd class, иә? 3-ші сынып, иә? 3-ші, 3rd grade. Так. TH керек емес. Grade class, иә? Grade class. Не жасау керек? Ашық сабақ. Ағылшынша ашық сабақты қалай айтсақ болады? Сіздің тақырыбыңыз... Demonstrative lesson. Demonstrate, open lesson деп айтады кейде. Demonstrate. Open lesson. Сіздің тақырыбыңыз typical day, тақырып. Иә. Demonstrative lesson, not open lesson болмайды. Demonstrated lesson, иә? Иә, demonstrated lesson. Demonstrated lesson. Окей, көрейік. Құжат жасаймыз. Енді мен беріп көрейін. Көрейік, қандай құжат жасап береді. Менің экраным сіздерге көрініп тұр, иә? Экраным көрініп тұр, иә? Жақсы.
Аха, сосын Дария ханым бізге деген андай таблицасымен жасайтын болсақ, қымызында онда жазуымыз керек па? Оны да жасаңыздар. Мұғалімнің әрекеті, оқушының әрекетін қалайыз, оны да анық жазуымыз керек, Бұл жерде жаңа айтып отырған нәрсе промпт қой, яғни сіз сұранысыңызды, промптыңызды нақтырақ, жаңа дәлірек, детальдарымен жазған сайын, соған сай сізге ол ақпаратты шығарып береді. Мына жерде мінекей, мынау енді мен түсініп отқан жоқпын, қалай сіздерге қажетінше шығарып беріп отыр ма? Morning routine, language arts, maths, lunch. Бұл енді құжат форматында шығарып беріп отыр. Сіздер жақсы. Аха, жақсы. Просто ана таблица түрінде шығару керек бізге. Оны біз мысалы Gemini арқылы жасасақ болады. Мысалы қазір сіздерге Gemini'ді көрсетейін. Бұл жасанды интеллект ChatGPT сияқты, Google'дың жасанды интеллект Gemini бар. Сіздерге де бұл қолжетімді. Біз онда таблица түрінде жасайық. Мысалы, тура жаңа тақырыпты алайын ба, қалай істеймін? Қазақша бір тақырып аласыз ғой деймін. Қазақша берейік, айтыңыз. Аха, географиядан жаңандай. География пәні бойынша. Айта беріңіз. Атмосфера, климат туралы, климат құрушы факторлар дейміз ба? Не дейміз? Атмосфера. Климат құрушы факторлар дейміз ғой деймін. Аха. Құрушы. Аха, факторлар. Факторлар. Аха, осы. Жұмыс сабақ. КМЖ, КМЖ-ны қалай расшифровкасы қалай болады? Қысқа мерзімді жоспар. Қысқа мерзімді жоспар жасап беру. Мынау қай сыныпқа дейін? Ол өзің жазатын дейді. Сыныпты жазсаң болады. География пәні 8-ші сынып дейін, Аха, 8-ші сынып. 8-ші сынып бойынша. Ал мінекей таблица түрінде деп айтайын, оған нақтырақ. Таблица түрінде жасап берші дейін. Түрінде жасап берші. Көрейік. Және де бұл жерде қазір Canvas деген бар, соны да көрсетейін сіздерге, ол да өте жақсы инструмент. Яғни ол жерде сіздерді түрлі веб-страница жасауға болады, жұмыстар жасауға болады, оны да қазір көрсетемін сіздерге. Мінекей таблица түрінде жасап берді, көріп отырсыздар ғой. Мен осыны бірден жаңағы Excel документке экспортировать ете аламын, яғни көшіре аламын. Неке қарап отырсыздар. Мысалы, Word форматы емес, бұл жерде көшіруге де болады, Excel форматы да беріп отыр. Мысалы, мен сіздерге қазір Excel. Қыздар дауыс естілмей қалды, қатық қалды. Қазір бір минут. Естілді ғой деймін. Естіп тұр, Қазір қайтадан жасап көрейін. Міне таблица шықты, открыть дейді. Неке қарап отырсыздар ғой, мен қазір ашайын таблицаны. Мінекей маған таблица түрінде жасап берді. Мен қазір көруге ыңғайлы болу үшін былай жасайын. Мінекей. Көріп отырсыздар, Қымыжы жасап берді маған. Мынаны кішкене жирны қойайын, түсінетіндей. Міне сабақтың кезеңі, педагогтың әрекеті, оқушының әрекеті, бағалау, ресурстар. Мінекей қарап отырсаңыз, осындай жаңағы қысқа мерзімді жоспар жасап берді. Қалай сіздерге? Дария ханым, сіз деген өзгерту үшін бізде платный тіркелу керек бола ма? Жоқ, сіздерге қазір біз көрсетіп отқан жаңағы жұмыстардың барлығы сіздерге қолжетімді. Сіздер егер сіздерде келісім шарт болса, сіздерге қолжетімді болады. Дария ханым, сіз мысалға Canva'да презентация жасап жаттыңызда, Gemini деп жазып ауысып кеттіңіз ба, қымыжын жасау үшін?
иә, мен Gemini'ға ауысып кеттім. Бұл жаңағы міне, айта беріңіз. Canva'da отырдыңыз да Gemini'ге қалай ауыстыңыз, анеге жазасыз ғой, Gemini деп. Менде енді қараңыз, қазір экран көрініп тұр ғой сіздерде. Мінекей мына жерде қосымша бір плюсты басам да, осы жерге Gemini деп жаза берем. Не болмаса менде енді барлық парақшаларым сақтаулы тұрады. Қарап отырсаңыздар, менде парақшалар өте көп. Не, Google Gemini. Не жоғарыда қарап отырсаңыздар, мына парақшалардың бәрін бір ашып қойсаңыз, келесіде бірден осылай ашыла береді сіздерге. Яғни сақтап қойсаңыздар. Дария ханым, сіз деген қымыры жақсы жасалды. Біз оны деген андай ақ қағаз просто Wordқа жүктей алмаймыз, тек қана Excelге ғана ма? Excel форматында беріп тұр. Мен Word форматында жасап бер деп сұрап көрейін. Жақсы. Форматында жасап берші. Excel'де Wordқа көшіруге болады ма екен? Көрейін. Мына жерде PDF форматында, документ форматында дейді. Былай ашып көрейінші, қалай ашылады екен. Мен бұл жерде бұны жаңа жүктеген кезде, егер сіздерге жаңа Google Word форматында ыңғайсыз болса, мына жерде PDF форматында көшіріп алуға болады. Қазір көрейік, мен Gemini Word форматына көшіріп берді екен. Кешіріңіз, мен тікелей Word немесе файлын жасай алмаймын дейді. Бірден жасай алмаймын дейді. Тек Excel'ді жасайды екен. Былай істеп көрсек болады. Мына жерде бізде Canvas деген бар. Жаңадан бір парақша ашып көрейік. Жаңағы промптты көшіре салайын, қайттан жазып жүрмейтіндей. Көшірдім промптты, жаңадан чат ашайын, промптты жаздым, жаңа география бойынша. Мына жерде Canvas дегенді көріп тұрсыздар ма? Соны басасыздар. Соны басып жасаған кезде, бұл сіздің жаңағы сұранысыңызды құжат түрінде жасап береді. Қазір сіздерге көрінетін болады. Яғни мына жерде инструменті деген бөлікте сіз Canvas'ты қосуыңыз керек болады. Мінекей, қарап отырсаңыздар, Canvas'ты қостым. Толық көшіріліп жазып бітсін. Одан кейін менде, мінекей, мына жерде поделиться и экспортировать деген кнопканы көріп тұрсыздар ма? Мінекей, қазір сіздерге көрсетіп тұрмын. Сол жерде документ деген бар. Я, соны енді документке ауыстырып көрейік мына құжатты. Загрузка жүріп жатыр. Мінекей, жаңа қысқа мерзімді жасалды. Бұны енді Canvas'пен жасайсыз. Көрдіңіз ғой, Canvas ол инструменттің ішінде, новый чат ашасыз, қайтадан көрсетейін. Міне, жаңа чат аштыңыз. Мына жерде инструменті деп көріп тұрсыз ғой. Сол жерден Canvas'ты таңдайсыз. Сізде мынандай Canvas көк түспен жану керек. Және осы жерге қажетті промптыңызды жазып, ары қарай жұмысты бастай бересіз. Неке жаңағы біздің қымыжымыз Word форматына көшірілді. Мына жерде мысалы осы қымыжыдан веб-страница, инфографика, карточка, тест, жаңағы аудиопересказ жасауға да болады. Аудиопересказ оқып бере ме сонда қымыжыны? Қымыжыны оқып береді, бірақ қазақ тілінде кішкене акцентпен сөйлейтін болады. Орыс тілінде, ағылшын тілінде жақсырақ сөйлейді. Не болмаса, мысалы, сіз осы қымыжыны қазір көріп отырсыз ғой, мен мына жерден бірден осыны құжат ретінде өзгерте аламын. Мысалы, мына жерін өзгертейін деп көріп отырсыз, мен бірден құжат сияқты өзгертіп отырмын. Яғни, жаңа Canvas'тың ерекшелігі, сіз құжат сияқты жасанды интеллекттің ішінде жұмыс жасай аласыз. Бұл таблица түрінде берілді, Мінекей таблица түрінде берілді. Міне, сабақтың тақырыбы, мақсаттары, тілді мақсаттар, құндылықтар. Көріп тұрсыз ғой.
Сонда мына тақырып бойынша тест жасауға да болатын болып тұр ғой, иә? Әрине. Тест жасап көрейік қазір сіздермен. Мысалы, атмосфераны құрушы факторлар туралы 10 тест сұрағын жасап берші. Және бірден, мысалы сіздерде лед экран болса, оқушыларыңызбен бірден осы тестті ойнап, жаңағы, мысалы, өткен тақырыпты бекіту форматында жұмыс атқарсаңыздар болады. Қазір тест құрылсын, мен сіздерге оны тестті қалай жасалуын тағы да көрсетіп беретін боламын. Тест болғанда жауабымен бірақ көрсетеді ғой, иә, мына жерде? Иә, кәдімгі викторина сияқты сіздер бірден лед экранда ойын ойнай аласыздар. Қазір мінекей менде тесттер құрылды. Ол ана квиз платформадан ол сол жерден де болады ғой, да, ойнауға? Сол жерден де болады, осы жерден де болады. Мысалы, сіз қазір жасанды интеллект Gemini-мен жұмыс істеп отырсыздар, бірден осының ішінде тест жасаңыз дейді. Мінекей қарап отырсаңыздар, мен тест құрдым. Енді мына создать деген бөлуде мен тест дегенді таңдаймын. Көріп отырсыздар ғой? Тестті таңдадым. Енді осы тесттен маған бірден экранда қазір жаңағы вебинар құрып береді. Және мен оқушылармен бірден экранда вебинар өткізе аламын. Қазір құрып бітірсін. Сіздерге көрсететін боламын. Бүгін біздің интернет кішкене өте жай істеп тұр. Өкінішке орай. Мінекей, көріп тұрсыздар ма? Тест құралды. Енді мен бірден, мысалы, осы жерден тест құралам. Мысалы, белгілі бір жерге тән ауа райының көп жылдық тұрақты режимі қалай аталады дейді. Мысалы, мен сұрақтың жауабын нақты білмей тұрмын, бір подсказка дейді ғой, яғни қосымша бір ақпарат сұрағым келеді. Соның астын бассам, бұл оған ұзақ мерзімді үлгілерді сипаттайды, күнделі өзгерістерді емес. Көрдіңіз бе? Қосымша маған ақпарат беріп тұр. Циклон шығар бұл енді, менің ойымша. Қателесіппін, циклон емес, бұл климат екен. Яғни бірден, мысалы, сіздер осылай викторина ойнап жүрсеңіздер болады, оқушылармен. Мысалы, екінші сұрақ кетті, мысалы, міне, климат қалыптасатын ең негізгі факторлар, мұздық ағыстар деп ойлаймын. Дұрыс емес екен, графикалық ендік екен. Мектеп кезін ұмытып қалыппын. Қарап отырсаңыздар, астында деген жауабы тұрады ғой, иә? Қосымша дегенде, иә? Қосымша дегенде жауабы тұрмайды, бұл жерде подсказка, яғни сізге сұраққа жауап бере алмай тұр, соған кішкене қосымша ақпарат ретінде дұрыс жауабына қайсы көбірек келеді деген сияқты. Подсказка деген қазақша қалай айтсақ болады? Қосымша ақпарат, көмек береді. Оқушы мысалы дұрыс жауап, бір жауапты таңдайды, және ол шығарады. Бұл дұрыс немесе бұрыс дегенді айтып береді. Және қарап отырсаңыздар, астына жауабында шешіп беріп тұр. Міне, күн сәулесі жер бетіне кішірек бұрышпен осындай деген сияқты астына дұрыс жауабының жаңағы толығырақ шешімін беріп тұр. Мысалы, мен 3 сұраққа жауап бердім, келесін өткіздім. Осылай бірден экранда оқушылармен сіздер жаңа закрепление темы дейміз ғой, яғни бір тақырыпты бекіту бойынша жұмыс жасап кетсеңіз болады. Дария ханым, кешке жақын біз үйден жасап қойып, ертесі аша аламыз ғой, иә? Әрине. Ол үшін қалай істейсіздер? Мінекей, қарап отырсаңыздар, мына Gemini-дің сол жақ бөлігінде мына 3 жолақты бастым. Одан кейін менде мына жерде чаттар тұр. Көріп тұрсыз ғой? Осы чаттардың барлығы сіздің белгілі бір сұранысыңызға. Жаңа мысалы мен атмосфералық климат менде бөлек. Жаңа география пәні бойынша жаңа КМЖ бөлек. Мына мен бір қосымша суреттер жасадым, міне ол бөлек. Яғни сіз өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес осы чаттарды тауып аласыз. Немесе закрепить етіп қойсаңыз болады, осыны мысалы атын жазып, мысалы география деп мен закрепить етіп қояйын, география тесті деп қояйын, мысалы география тесті деп закрепитті басып қойдым, және ол менде осы жерде бірінші болып шығып тұрады. Көрдіңіз бе, география тесті деп. Мен соны басам, бірден шығады. Закрепит деген қай жерде? Балалармен айналып тыңдай алмай қалып едім. Закрепит қай жерден көрсеттіңіз? Закрепит мінекей, чатты бастым. Осы жерде 3 нүкте тұрады, сол жерде бассам, закрепить деп тұр. Немесе переименовать, атын өзгертіп қоям. Закрепитті басып қойсам, ол менің чатымның ең үстінде тұратыны болады.
немесе мысалы переименовать деп мен әрбір чатымның атын, мысалы бір чатты географияға, бір чатты математикаға, бір чатты сурет жасауға солай арнап қойсам болады. Сонда сіз мысалы жұмыстардың бәрі шығып тұрады ғой мына жақта. яғни бұл жерде автоматты түрде сақталып тұрады, запростарыңыз, видеоларыңыздың барлығы осы жерде тұрады. Неге қарап отырсаңыздар, менде өте көп чат, бүкіл жасаған жұмыстарым бойынша мен ешқайсысын өшірмедім, бәрі сақталып тұр менде. Жоқ, осы жасаған тестімізді мысалға Canva'да презентация жасап алып, соның бір бетіне лақтыруға болады ма, Дария ханым? Әрине, сіз Canva'ның ішінде өзінің викторинасы болады. Сіздер сол жерге қоса салсаңыздар болады. Соны көрсетсеңіз. Қасиет, қазір сен байланыстасың ба? Қазір көрсетіп жібереміз сіздерге. Так. Міне презентациялар. Қасиет, сен байланыстасың ба? Маған бара берейін ба? Мына жерде презентациялардың біреуін таңдайық. Қазір сіздерге Қасиет көрсетіп жіберетін болады. Так, мен пока сұрақтарға жауап берейін. Қасиет, мүмкін болса жаңағы презентацияның ішінде жасан дерекпен викторинаны қалай жасап жүруге болатынын көрсетіп жүрсең. Қазір бір мен оған дейін пока сұрақтарға жауап берейін. Чаттағы тегін ба деген туралы айтылды. Запись жасалып жатыр. Біткен соң біздің жаңағы чаттарға жіберетін боламыз. Не болмаса біздің номерға жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде записьті жіберетін боламыз. Чаттар деген қай чаттар ол? Бізде қазір әр регион бойынша чаттар бар. Қазір мен доступ ашып жіберейін, 1 минут. Сол чатқа қалай қосылсақ екенбіз. Сосын Дария ханым, осындай семинарыңыз тек қана сәрсенбі күні болып тұра ма, среда күні? Әр аптаның сәрсенбі күнінде болып тұрады, қазақ тілінде. Оны қалай біліп тұрамыз? Біз сол чаттарға жіберетінбіз. Сіздер қай регионнансыздар? Мен Алматы облысы, Жетісу районы, 87-ші мектеп. Жақсы. Онда мен қазір чатқа Жетісу облысы бойынша сілтемені жіберіп қояйын. Онда Қасиет әзірге сіздерге онда жаңағы презентацияның ішіндегі викторинаны көрсете берсін. Мені қосып қоясыз сол чатқа. Жақсы. Номеріңізді чатқа жіберсеңіз, недегі Google-дың жіберіп қоямыз. Мен де жіберейінші, мен де қосып Әлде жазам қазір, номерім жазам ғой. Google-дың чатын көріп тұрсыздар ма? Чат встречи, 3 нүкте тұр ғой, сол жаққа тұр. Дұрыс. 3 нүктеге жазам, Бізде де чат жоқ екен, Жетісу облысы екен. Жақсы, Жетісу облысы чатын мен жіберіп қояйын, сілтемесін жіберіп қояйын. Қажет номерларды... Оны қайдан жібересіздер, біз қайдан көре аламыз? Мына Google кездесудің чатына жіберем. Жақсы, рахмет. Қасиет, онда сөз кезегі өзің. Рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр. Сіздерге Canva'ның ішіндегі жаңа викторина дейін. Мен қазір Canva'ның басты бетінде тұрмын. Мысалға мына жерде шаблоны деген бөлімге өтіп, бір презентацияны таңдап алайық сіздермен. Шаблоныға өттім. Мына жерде мысалға Canva для образования деген бөлім бар. Осы бөлімде жаңағы оқу материалдарына арналған жаңағы көптеген шаблондар бар. Мысалға презентация деген бөлімге кіремін. Осы жерден презентацияларды жаңа тақырыбы бойынша, пән бойынша немесе сынып бойынша іздеп тапсам болады. Қазір міне ашылды. Мына жерге сіздер жаңа өздеріңізге қандай тақырыптар керек, сол бойынша іздей аласыздар. Мысалға мен биология деп іздейін. Биология бойынша мысалға 7-ші класстың материалдарын қарап көрейін. 7-ші класс деп жаздым. Қазір кішкене загрузка болып жатыр екен. Осы жерде мысалға міне дайын бізде презентациялар бар.
мысалға осылардың біреуін алып өзгертіп көрейік. Мысалға мындай ДНК бойынша дайын презентация бар екен. Применить все страницы дегенді бастым. Жаңа барлық страницалары осы презентацияның бізге келіп түсті мына жерге. Енді осының әрқайсысын біз өзгерте аламыз. Сіздермен ең алдымен мынаны қазақшаға аударып алайық. Мына жоғары жақтағы изменить размерді бастым. Осының ішінде жаңа біз тілді өзгерте аламыз. Қазақшаға қалай аударасыз айтып беріңіз. Я соны айтып өтсем, міне жоғары жақта сол жағында изменить размер деген батырма бар. Осыны басасыздар. Төмен қарай түссеңіздер, мына жерде перевести деген осындай бір функция бар. Перевестиға басамын. Мына жерге сіздер қажетті тілді жазасыздар. Мысалға қазақ тіліне аударғым келсе, казахский язык деп жазамын. Казахский язык. Мына жердегі жаңағы батырманы басып қоясыздар, галочканы. Перевести. Бірнеше секундтың ішінде міне бізге Canva-ның жасанды интеллекті жаңағы ағылшынша презентацияны бізге аударып берді. Міне ДНК-ны ашу, қос спираль дегеніміз не, міне барлығын бізге аударып берді. Енді жаңағы презентацияның ішінде викторина құрастыруды қарастырып өтейік. Мысалға бізде мынандай тақырып бар. Қысқаша біреу, мысалға нуклеотид дегеніміз не деген тақырып бар екен, және оның қысқаша жаңағы анықтамасы бар. Енді осы бетте тұрған ақпараттарды пайдаланып қана жасанды интеллект бізге тез арада викторина құрастырып бере алады. Ол үшін мына біз қажетті текстің үстіне басамыз. Мына анықтаманың үстіне мен бастым. Мына жерде қаламсаптың батырмасы бар. Осы қаламсапқа бассақ, создать викторину деген батырма бар. Осыған бассаңыздар, бірнеше секундта именно тек қана осы ақпараттар бойынша бізге викторина жасап береді. Не көріп тұрғандарыңыздай, викторинаны құрастырып берді. Нуклеотидтің құрамында не бар деген сұрақ құрастырды. Оған 4 жауап нұсқасын берді, және де осы жерде өзі бір дұрыс жауапты осы жерге жасырды. Осылайша сіздер жаңағы әр бетке викториналарды құрастырып қойсаңыздар болады. Жаңағы оқушылар тақырыпты қаншалықты түсінгенін жерде бірден тексеріп өтеді. Мысалға мен оқушы болсам, мына жерде біреуін таңдаймын, содан кейін отправить деген батырманы басам, бірден оларға міне жауабы дұрыс қате екенін жаңағыдай көрсетіп береді. Осылайша сіздер әр бетке осылай жаңағы викториналарды қосып отырасыздар. Ол өте оңай жасалады. Міне қаламсапқа бастым, создать викторину, бірнеше секунд ойланады, және де викторина дайын болады. Ол викторинаның сұрағы жаңағы айтып өткенде тек осы бетте тұрған материалдардан ғана алынады. Сіздерге түсінікті болды ма екен осы викторина бойынша? Кешіріңіз, мына жерде жаңа тіл ауыстырдық қой. Содан кейін қалай кеттіңіз? Мен соны байқамай қалдым. Осы тақырыпты аштыңыз ғой. Неге жаңа слайд ретінде көрсеткенде презентацияға қалай түсті? Бірінші жаздым, содан кейін қайсысы? Каждый бетті аударасыз қой, да? Жоқ, каждый бет емес. Осы тақырыбыңыз қалай түсті? Презентация болып қалай түсті? Сұрақ қойдыңыз, бұл негізі бастапқыда ағылшынша презентация болады. Мен мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, қазір мен мына жерге қосайын. Басында бұл ағылшынша дайын презентация болады. What is DNA деген барлық тақырыбы ішіндегі түсіндірмелер барлық ағылшынша жазылып тұрған. Міне тақырыбы жаңағы түсіндірмесі уже дайын презентация еді, ағылшынша жазылған. Біз тек қана аудару деген батырманы бастықта бүкіл жаңағы бетін, осы презентацияның 12 беті бар болса, барлығын жаңағы бірден қазақ тіліне аударттық жасанды интеллектке. Мына жерде сіздер перевестиге басқан. Я дайын презентация ғой. Тақырыпқа байланысты. Сол сияқты негізі Canva-да әртүрлі тілдегі презентациялар бар. Көбінесе негізінде осындай әдемі презентациялар ағылшын тілінде жүреді. Сондықтан сіздер кез келгенін алып қолдана беріңіздер. Жаңағы бірнеше секундта осы қазақ тіліне аудартып алсаңыздар болады. Осы жақсы, мына Canva-да осындай презентация жасап жатқанда, мысалға қазақша аударатыны білмесе қалай сұрауымызға болады? Сол жерге келіп тоқтап қалсақ, мысалға отырамыз ғой, енді не істейміз? Google-дан сұраймыз ба? Изменить размерға кіресіз ғой, изменить размердің ішінде перевести деп тұрады.
изменить размердің ішіне ма? Иә, төбеде файлдан кейін тұр осыны ғой, изменить. бұл не изменить размер, осы жерде мне перевести деп тұрады. Тек Сіз көрсетіп жатқан бұл платный ма? Әлде бесплатный версия ма? Мектептерге берілген. Сіздер мектептерде договорға отырдық қой, иә? Договорға отырған болсақ, сіздерде аккаунт бар, сол аккаунт бойынша сіздерге тегін уже доступ бар сіздерде. Сіздер берген доступ қанша уақытқа дейін жарамды болады? Бір жыл ғой, сол сабақ Сіздер жаңағы біткен. бізбен договорға отырғаннан бастап бір жылға жарамды. Жаңағы договорға отырған күннен басталады ол, оқу жылының соңына дейін емес. Договорға отырған күннен бастап бір жылға дейін. Тағы сұрақтарыңыз бар ма екен Canva бойынша? Ана Опциялары болып. Дария ханымның мынандай сұрағым болып тұр мен. Дария ханым біз мектепке келгенде, викторина ма, жаңағыдай 10 сұрақ тест болғанда, 3 оқушыларға қалай жібереміз соны білмей тұрмыз шы, осы Gemini'де жасады ма соны? Ол деген не ғой, квиздан емес па? Квизді емес, Gemini'де жасады ғой деймін. Gemini'де мүмкін сұрақтарын жасатып алған шығар, бірақ квизға қойған шығар бәлкім. Қазір Дария ханымызға кездесуге кіріп кетті, мен сіздерге қысқаша көрсете салайын, иә, онда квизді. Жоқ, ол кісі сол Gemini'дің ішінен жасады ғой. Gemini'де жасады. Квизға кірген жоқ, Gemini'дің ішінен жасады. Иә. Gemini'ден жасады, иә? Соны Gemini'де сұрақты ұнатып алған олар. Аха. Иә, Gemini'ден жасады. Соны қалай жасаймыз, е? Оқушыларға ссылкасын жібереміз, е? Бір стандарт шығып еді ғой. Сол жақсы екен. Жоқ, Gemini бізде ол тек қана жаңағы сұраққа жауап алады. Фото, сурет, жаңа видео материал жасайтын жасанды интеллект қой. Бұл жерде сіздер тестирование өткізе алмайсыздар Gemini'да. Gemini'ға тапсырма беріп, тек қана жаңағы сұрақтар құрастырып алсақ болады. Біз тақырыпты беріп, осындай маған 10 сұрақ дайындап бер деген сияқты. Бірақ тестирование өткізу үшін сіздер мынандай Quiz сияқты платформаны пайдалануларыңыз керек. Осы жерге жаңағы оған қалай дайындап сұрақтар мектепке келген кезде, по-моему. Иә, міне. Осы туралы келесі семинарға айтып беріңізші. Келесі семинарға қалдырайық қой, онда жақсы. Келесі семинарға қалдырайық. Жібереміз. Аха, тыңдап тұрмын. Жаңағы Canva'да слайд жасап жатсыз ғой, соған жаңағында сөйлеген видеоларды қалай кіргізуге болады? Андай бір фото қойып соны сөйлетіп кіргізуге бола ма жаңағы ненің ішіне? Слайд жасағанға. Яғни сіз бір адамның фотосын қойып, соны сөйлеткіңіз келіп тұр ма? Иә. Солай жасағым келіп тұр. Солай қалай жасауға болады? Әріптестер сол фотоны қалай сөйлетеміз, соны қай неге кіреміз? Оны жасанды интеллект арқылы жасайды. Негізінде мысалға оны Gemini арқылы жасап көрсек болады. Сіздер бір фото жіберсеңіздер, егер уақыттарыңыз болса, қарастырып көрейік осы жерде. Уақытымыз бар. Мысалға Gemini'ға. Қандағы жерден жақсы, онда мен бір адамның фото суретін ала салайын, иә. Мысалға человек салайын просто. Ой. Иә, бір фото ала салсаңыз. Бір адамның суретін ала салайын, иә. Бір портрет тура қарап тұрған бір фото болса, мысалға. Соны жаңағы Gemini арқылы сөйлетіп, соны жаңағы Canva'да слайд жасадыңыз ғой, презентейшн. Соған қосып көрсетіңізші. Аха, қазір. Ондай жаңағы идеялардың барлығын кез келген негізі Gemini арқылы жасай бересіздер. Тек жаңағы запросты нақты етіп жазу керек болады. Мысалға осы суретті алайық, ер адамның. Копировать етіп алдым. Оң жағын басып, копировать картинку. Одан кейін жаңағы жерге вставить деп бастым. Енді осы жерге біз промпт жазуымыз керек. Мысалға бір сөз беріп көрейік, бұл кісіге. Так. Қазақша мысалға сіздер көбінесе қолданасыздар ма, әлде орысша ма? Қазақша қолданамыз. Қазақша көрейік. Мына ер адам
сөйлеп тұрған мысалға видео жаса видео ұзақтығы мысалға 10 секунд болсын дейін. Болсын. Ер адам, сәлем. Мысалы, бұл ер адам жаңағы сабаққа байланысты сөйлейтін болса, жаңағы тақырыпқа байланысты биология деп алдыңыз ғой. Иә, сіздер жаңа қандай сөз сөйлеткілеріңіз келеді, соның барлығын жаза бересіздер қазір. Иә, осы жерге жазамыз. Мен қазір просто бір қысқаша сөз жазып көрейін, кішкене уақытымызды үнемдейік деген ой. Сәлем, досым деп мысалға айтсын, иә? Қысқаша бір сөз беріп көрейік. Мынаны мен қазір көшіріп алайын. Деп айтсын дейік. Gemini'ға негізінде фото, видео жасатуға ағылшынша промпты берген дұрыс. Қазақша бір беріп көрейік, одан ағылшынша бір беріп көрейік, иә? Ойланып жатыр. Бұл ойлана берсін. Мысалға, мына суретті сіз дайын сурет алдыңыз ғой, сол мысалы Шоханов Алихановты алатын болсам, Google'дан алып скопировать етіп қоям ба? Иә. Мына жерге Шоханов Алиханов деп жазып, портретін алып қойсаңыз болады. Gemini өзі таба ма Шоханов Алихановты? Сіз тауып бер деп жазсаңыз да болады, бірақ лучше жаңағы өзіңізге керекті суретті таңдап, осылай бергеніңіз дұрыс болады. Давайте біз сіздермен жаңағы біз жаздық қой, мына ер адамды қазақша осындай видео жаса, видео ұзақтығы 10 секунд болсын деген сияқты. Мен осы жаңағы өзім жазған промптты көшіріп алдым да, одан кейін жаңағы сол сөйлемді ағылшын тіліне аудар дедім. Және сол жаңағы фото жаса, сәлем досым деп айтсын деген жаңағы менің промптым бар ғой, запросым. Соны ағылшын тіліне аудартып алдым. Осы Gemini'дің өзіне сол жаңағы ағылшын тіліндегісін қойып біз жасатайық. Солай бізде тезірек болады. Солай ағылшынша беріп көрейік сіздермен. Ағылшынша жаңағы промптты жаздым. Бағана сияқты фото суретті қойдым. Енді осыны Gemini'ға береміз. Gemini енді видео жасауға келгенде кішкене ойланады, оның үстіне менің жаңағы интернетім кішкене нашар жұмыс істеп тұр екен. Әзірге сіздердің басқа сұрақтарыңыз бар ма? Чатты оқып жіберейін одан кейін мен. Әр среда сағат 2-ден 3-ге дейін болып отырасыздар, қай уақытқа дейін болады сіздердің семинарларыңыз? Қатыссақ жақсы болушы еді сабақ кезінде. Иә, сіздер чатта барсыздар ма? Сіздер қай облыссыздар? Мен Алматы облысы осы, Алматы қаласы. Оған қалай қосыламыз? Бізде чатта жоқпыз, қандай чатта айтпасыздар? Онда байланыс номеріне жазсаңыздар, біз сіздерді жаңағы чатқа қосып қоямыз. Мынаны мен сіздерге берейін қазір. Телефон номерімізді. Мне чатқа жіберіп қойдым. Осы телефон номерге жазып, жаңа чатқа қосылғым келеді деп, жаңа облыстарыңызды жазып. Тағы да көрсетіңіз телефон номері 8-747. Міне чатқа жіберіп. 755. Мына чатты ашып көрсеңіздер. Көрмей қалдық қой. 755. 98. Аха. Чатқа қосылып келеді деп, өздеріңіздің облыстарыңызды жазып жіберсеңіздер. 8-747-755 сосын 98-98 ба? Аха. Чатқа қосылам деп жазам, е? Иә. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Алматы қаласы Жетісу ауданы деп бөлек болады? Иә, Жетісу ауданына бөлек чат бар бізде. Аха. Ана Gemini кішкене ойланып тұр, интернетке байланысты. Сондай-ақ мен сіздерге мына Canva-ның ішінен бір көрсете салайын.
Canva'да да сіздер осындай видео, фото материалдар жасата аласыздар. Мысалға, жаңағы презентацияға кірейік, иә? Бір презентацияны ашайын. Тез. Міне бағанағы біздің Осы презентациямыз бар ғой. презентацияны ана компьютердің бетіне өзім жүктеп ала аламын ғой, иә? Қалай жүктеймін оны компьютердің бетіне? Өзімнің компьютеріме. Мына жерге поделиться деп басасыз, иә, міне поделиться. Одан кейін мына жерде скачать деген батырма бар, міне скачать. Мына жерде сіздер формат таңдайсыздар, PDF түрінде, PowerPoint түрінде, мысалға, видео, фото түрінде жүктесеңіздер болады. Жаңағы Canva'дан жаңағы фото, видео жасауды бір көрсетіп жіберейін. Мысалға сіздер осы жерде Canva'да презентацияны жөндеп отырсыздар. Мысалы осы бетке мен бір фото сурет қосқым келіп тұр. Мына төменгі жаққа қарасаңыздар, сол жақта волшебные медиафайлы деген бөлім бар. Осы волшебные медиафайлыға басамын. Мына жерге сіздер жасанды интеллектке жаңағы бір өздеріңіздің запростарыңызды бере аласыздар. Мысалға, Canva қазақ тілін қабылдайды, қазақша жаза берсеңіздер болады. Мысалға, анасы мен қызының фотосы дайында. Олардың түр әлпеті бір-біріне түрі де салайын. Бір-біріне ұқсас болсын. Төменде ДНК визуализациясы болсын дей салайын не. Жаңа біз ДНК деген тақырып бойынша жұмыс істеп жаттық қой. Осы ДНК бойынша анасы мен қызының түрінің ұқсастығын көрсететін. Одан кейін төменде олар жаңағы ДНК-сының бір бейнесін көрсететін бір фотосурет дайындаңыз дедім. Бізге жасанды интеллект осындай мысалы фотосурет дайындап берді. Мысалға бұл анасы мен қызы деп бізге көрсетіп тұр. Екеуінің түр әлпеті, көзінің түсі, жаңағы шашының түсі қалай ұқсайтынын бізге көрсетіп тұр. Мысалға мынандай фото бар. Осылайша сіздер жаңағы Canva'ның өзінің ішінде де жаңағы фотосурет, видео жасатсаңыздар болады. Видео жасатқыларыңыз келсе, жоғарыда видео деп таңдайсыздар. Осы жерге тапсырма бересіз. Фотоны? Тек қана осы. Міне 4 фото дайындап берді ғой. Тек қана қажетті фотоның үстінен басамын. Басасыз. Үстін бастым, ол менің презентацияма келіп түсті. Жұмыста бересіз да? Так, Gemini әлі ойланып жатыр екен біздің видеомызда. Сіздердің тағы сұрақтарыңыз бар ма екен? Бұны жасап өзіміз көру керек екен, сол кезде сұрақ шығатын сияқты ғой. Аға. Бұл жерде қандай Gemini, Canva, сосын? Осы екеусі ғой пока үйреніп жатқанымыз. Аға, осылар үйреніп алайық, содан кейін тағы ары қарай үйренеміз ғой. Тоже бір не бар еді, ноутбук па, қандай? Нетбук па? Ол қандай? Ол басқа. Мына мектеп бар ғой, доғыр отырмаса, Canva платный ғой, е? Қанша неге дейін ғана бесплатный болады? Соны айтып жібересіз ба? Доғыр отырмаса, платный, е? Жоқ, егер доғыр отырмаса. Договорға отыру деген сол жаңағы біздің подпискамызды сатып алу ғой. Мектептерге жалпы барлық қызметкеріне 1 жыл 90 мыңға біз береміз. Оның ішіне жаңағы Canva, Quizzes, Google, жаңағы Gemini кіреді. Жаңағы сіз айтып отырған ноутбук LM деген платформа бар. Соның барлығы 1 жылға бір мекеменің барлық қызметкеріне 190 мың, немесе 350 мың жаңағы подписканың түріне қарай. Одан кейін сіздер жаңағы договорға отырғаннан кейін сіздермен үнемі байланыста болып отырамыз, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Осылай жиналып жаңағы сіздердің мектептеріңізге жеке осындай бір тренингтер жүргізе аламыз. Жақсы. Бұл жерге сұрақ қоюға бола ма?
Мына жерде Canva'да біз мысалы презентация қолданамыз ғой, бізде бұл сіз айттыңыз барлығы бесплатно болады, потому что доступ біз бергеннен кейін дедіңіз ғой. Енді осыны общедоступный қойғаннан кейін басқа мұғалімдер қолданса, мысалы, иә, бұл неге договорға отырмаған мектептер қолданғанда олар жасап тұра береді ма? Біздің жасаған жұмыстарымыз. Егер біз оларға сіздер доступты тек қана көруге берсеңіздер, жұмыс жасай алады, иә, біздің сіздер тек қана жаңағы презентация дайындадыңыз мысалға. Иә, доступты тек көру деп берсеңіздер, олар кіріп, оны көріп өзгерте алады. Бірақ сіздер жаңағы жасанды интеллектті қолданып отырсыздар ғой. Олар өздерінің канвасынан ашып, жасанды интеллектті қолдана алмайды. Өйткені оларда жаңағы подписка жоқ. Бірақ сіздер жасаған материалмен олармен емін-еркін бөлісе аласыздар. Иә, бөлісе бересіз. Басқа сұрақтарыңыз бар ма екен мынау? Бөлісу деген ол қай жерде ол? Мына жерде сіз фотоны алдыңыз ғой, мына жігіттің, ер адамның. Соны дейін қазақша жазыңыз, қазақшаны ағылшынға аударғанда кейін ол ер адам ағылшынша сөйлеп кетпей ма? Тексті сіз қазақша. Қазір байқап отырмын, ағылшынша жазып, иә, тексті. Мына жерге тексті ағылшын жазып қойып, қазір біз оны қазақшаға өзгерте салайық. Қазақша жазғанды. Иә. Оны жаңағы біз ағылшын шрифтармен жазайық. Түсініктірек болу үшін жаңағы жасанды интеллектке сәлем, мысалға досым деп жазайық. Тек қана латын әріптермен, бірақ қазақша жаздым. Сәлем, досым. Тура осылай қалай жазылып тұр, тура солай оқып береді бізге. Сіздер де қазір Gemini'ді ашып отырсаңыздар, осылай жасап көрсеңіздер, мүмкін сіздерде жаңағы интернет жақсы ұстап тұрса, тезірек жасап берер ме екен? Тексті қазақша жазсақ та айтып береді ғой, иә? Иә. Жақсы. Менде интернет байланыс кішкене дұрыс болмай тұр екен. Басқа сұрақтарыңыз бар ма екен? Осы Canva бойынша. I'm not able to generate or edit video files. Video файлды мен генерация жасай алмаймын дейміз. I can't animate. Сөйлете алмаймын деп жазып тұр. Я, может, фотоның жаңағы келмей тұрған шығар. Фотоның форматы, может быть. Негізі сөйлететін платформа ол басқалай болушы еді ғой, иә? Басқа платформа болушы еді. Иә, бірақ біздерге ұсынып отырған осы Gemini одан кейін. Кез келген нені жасай бересіздер. Тапсырманы. Бізде қазір Инстаграмда, ТикТокта тарап жүр ғой, апаларды сөйлетіп қойды ғой, қазақша акцентпен сөйлеп қойды. Ол басқа программалар. Олардың барлығын осы Gemini, ChatGPT платформаларда жасайды. Бірақ көбінесе осы Gemini'де жасайды, өйткені ChatGPT-ге кішкене дұрыс бермейді. Шын сияқты болып келеді. Gemini'ге кішкене шындыққа ұқсас болып келеді. Қазір мен сұрап көрейін, мынау неге байланысты екенін. Сіздер әзірге сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар. Мысалға бұрын Canva'да жұмыс жасап көрмеген. Сол өзіміз деген Google Chrome'ға кіріп Canva деп жазып, солай жазсақ болады, иә? Иә. Canva деп мына жерге жаза бересіздер. Canva. Одан кейін біз берген жаңағы аккаунттарыңызбен кіресіздер ғой. Canva. Осылай жазсаңыздар болады. Немесе мына жерде кірген кезде мынандай
нүктелер тұрады, соның төменгі жағына түссеңіздер, бұл жерде Canva бар. Осы жерден тапсаңыздар болады немесе. осы Canva арқылы Canva жаңа кіре бересіздер. Тағы бір рет айтып жіберіңізші, Google'ға барам ба, жоқ, Google Chrome'ға бар, Canva деп жазам. Содан кейін презентация бәрін осы жерде осылай жасай берем ғой, иә? Иә, міне мына жерге Canva деп жазасыз, міне орысша жаза беріңіз, Canva деп мен жазып. Аха, жақсы. Ең бірінші сайтқа кіресіз. Аха. Аха. Аха, Canva деп жаздым. Кіргеннен кейін, егер сізде вход жасамасаңыз, жаңағы өзіңіздің аккаунтыңызға, мына сол жақта ең төменгі жерде көріп тұрсыз, міне KN деп менің аккаунтым тұр. Осыған басып, егер кірмеген болсаңыз, сол жақта ең төменгі жағында міне тұр. Сары болып тұр ғой. Көріп тұрмыз сіздерге? Презентация деп тұр ма? Жоқ, менің жаңағы аты жөнім тұр мына жерде. Болмаса, сіздер әлі вход жасамаған болсаңыздар, сіздерге бірден вход деп шығады. Кіру деп. Жоқ, маған логин пароль берді, соны қалай енгізсем болады осы жерге? Кіруді басау, иә? Жақсы, қазір не істеймін. Аха. Міне, егер кірмеген болсаңыз, кірмеген болсаңыз, Canva-ға кіресіз ғой. Canva-ға кіргенде сізде осылай шығып тұрады. Мен бұған дейін кірген, менің аты жөнім бірден шығып тұр. Продолжить деп басамын. Мен кірмесем, ол жерге аккаунтымды енгізем, иә? Логин паролімді, иә? Иә, кірмесеңіз логин пароль жазасыз. Міне мысалға менде қасиет едада дегенмен кіремін. Осыған мысалға өзіңіздің аккаунтыңызды таңдайсыз. Ол жоқ болса астына добавить деп аккаунтыңызды жазасыз, пароліңізді жазасыз. Одан кейін осылай Google неге Canva-ға кіре бересіз. Жақсы, жақсы. Соңы Canva-да жұмыс жасай берем, иә? Жақсы. Иә. Соң мен осы жерде презентация жасап, андай скачать етіп, өзім компьютеріме аударып алсам болады, иә, былай қарай? Өзім файлыма. Иә. Загрузите, жаңағы загрузитсеңіз болады, одан кейін ссылкасымен жай ғана бөліссеңіз болады. Мына жерде. Бұл жерде бар ғой, презентация жасаған кезде. Иә, дайын презентация тұру керек қой. Дайын түрде көшіріп басам. Загрузить басам, иә? Иә, мне поделиться, скачать деп басасыз. Мына жерде тұр мне. Қай жерінде тұр? Оң жағыңызда тұр ғой? Жоғары оң жағында поделиться деп бастым. Оның ішінде скачать деп тұр мне. Сұрасам болады ма, Canva-да тақырып бойынша дайын тұра ма? Көбі дайын болмайды, иә, тақырыпта? 3 миллиондай бар екен. Оны өзгертуімізге болады ғой, оны дайындала салмайсың ғой. Ана жерде өзгертеміз өзіміз. Тақырып бойынша да презентация болады, иә? Иә, тақырып болады екен. Жақсы. Керек емесін алып тастаймыз да, керегін өзіміз не қыламыз ғой. Соны осы Canva-да жұмыс жасап жатқанда Gemini-ға кіріп, содағыны осы Canva-ға былай лақтырып алсам бола ма? Жүктеп алсам? Презентацияға? Gemini-да мысалға сұрақ қойсыз ба? Сол сұрағыңызды Canva-ға қойсаңыз болады. Иә, мысалға тесті, иә, болады, иә. Ол кезде де сол поделиться, загрузить етем ғой. Аха. Одан кейін Gemini-ға жазбай, Canva-ның өзіне жаза берсеңіз болады. Мына жерде Canva дегенді көріп тұрсыздар ма? Canva-ға басасыздар да, Gemini-ға қандай запрос беріп жүрдіңіз, соның барлығын осы жерге жазып, Canva-ның өзінде бірден жасата аласыздар. Тест сұрақтар ма? Барлығын. Иә, тест сұрақтарын. Иә. Мына жерге мысалға биология, 7-ші сынып, бойынша 20 сұрақтан тұратын тест жаса дейін. Қазақша болмай кетті. Мына мен қазір қысқаша жазып отырмын ғой, сіздер жаңағы каждый өзіңізге қажет тақырыпты жазасыздар.
соның барлығын детально жазып түсіндіресіздер да, ана документ дегенді басасыздар. Одан кейін былай жібереміз. Canva өзі бірден мына жерге, мысалы мен биология деп айттым да, биология бойынша 20 сұрақ десем, 20 сұрақты құрастырып береді. Міне уже құрастырып жатыр. Бұл Ең басты Canva'ның өзінде жаңағы ма жоқ, сіздер Gemini'де ма мынау? Canva'ның өзінде. Canva'ның Мына жерде ішінде. Canva дегенде жасап отырсыз. Искусственный интеллекттің несі. Жаңағы Gemini'ға жасатып, одан кейін Canva'ға жіберіп жүргенше, осында міне Canva'ны басып, осы жерге бірден жасатсақ болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, биология 7-ші сынып бойынша бізге 20 сұрақ дайындап берді. Осы сұрақты біз вставка деген бассақ, уже міне маған осындай бір документ дайындап берді. Мына документті сіздер просто мына жерде поделиться деп басып, скачать, мысалға PDF түрінде оны міне поделиться, скачать. PDF формат таңдадым. Осы PDF түрінде скачать етіп алып, оны жаңағы распечатка жасап, оқушыларға осы 20 сұрақты бере салсам болады. Сабақты қорытындылау үшін мысалға. Осылай әзірге Canva, Gemini сіздерге түсінікті болды ма? Жаңағы бағанағы жасаған видеомыз бізде ойланып тұр, одан кейін жасай алмайын деп маған кішкене қате шығарып тұр. Оның үстіне мен бүгін бірнеше видео дайындағам. Мүмкін менде лимит бітіп қалды екен. Фотоның форматына байланысты сіздер өздеріңіз жаңағы Gemini'ға кіріп, бір жақсы качестводағы фотоны таңдап, тапсырма беріп, өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге барлығы түсінікті болса, кездесуді аяқтасам. Жақсы, рахмет көп. Рахмет көп. Сіздерге де рахмет келгендеріңізге. Келесі апта тағы да бізде осындай тренингтер апта сайын жүріп отырады. Соны жаңағы неге айтуымыз керек қой, бағанағы номерге жазып, қай район екеніміз, қай қала екеніміз, сол неге қосасыздар, Жақсы, рахмет көп. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.